Ей қыз, не жатсың мына? Бір апта болды ғой? Үйдің ішін қарға бұрсып кеткен. Тұр. Оян енді болып тұр. Тұрмаймын. Ауырып жатыр. Ауырып жатырым деп енген гүлді қаптатып апсың ғой? Ақбергеннен дейді. Ерденнен? Ол кім тағы? Білмеймін. Бір жыл бойы демалыссыз жұмыс жасадым. Бір апта ауруға құқығым бар шығар. Ой, енді біреу алып қашты екен деп осылай жатасың ба бір апта? Тұр болды. Ля, сен түсінбейсің. Өзімді сондай лас сезініп жатырмын, батпаққа аунап тұрған сияқты. Жайна. Шынымен де еш шығып тұрған сияқты. Қалшындай ба. Саған ванна толтырып қойдым, барып жуынып шайнап алшы, я? Мен үй жинап қоям. Жарай ма? Болды енді еркелеме тұр. Жайна отыр. Тез-тез шайыңдыршы. Аэропортқа барамыз. Ля, мен сен түсінбедім. Неге Ақмаралды біз қарсы алуымыз керек? Мектеп кешінен бері араласқан жоқпыз. Енді кеше жазды ғой, сендерді сағындым, сендер үшін Европадан келе жатырмын деп. Сосын енді үй алғаннан кейін біз күтіп алайық деп жаздым. Баяғы ақ көңіл, Ля. Өшен ода тұрған не бар? Мен мектеп кезінде де араласқан жоқпын. Қойшы, сен жерлесің емес пе? Ол бізге Европа жайлы әңгіме айтады. Маған әңгіме қызық, саған сергу керек. Болды. Бір өзімді жатыр. Алло? Ақмарал? Сен келіп алдың ба? Онда ресторанда жолығайық, иә. Қазір адресін жіберем, иә? Давай. Қызықсың сендер. Бонжур, киски. Танымай қалдыңдар ма не? Гуара кэмбэк, киски. Короче, қыздар, Францияда жарты жыл тұрдым. Сосын итальянец Альдоға тұрмысқа шықтым. Бірақ 2 жылдан кейін ажырасып кеттік. Сосын? Сосын аргентинец Феликс болды. Сосын француз Даниэль болды. Сосын Тадеуш. Ұмытпасам поляк. Еуроодақтың бәрін басын қосыпсың ғой сен? Ой, айтпа. Айтпақшы, неге Луара, неге Ақмарал емес? Европада Ақмарал деп танысу өте қиын. Неге? Бұғының ұрғашысы. Je suis fatiguée. Meuf, laisse tomber. Лучше сендер айтсаңдаршы не болып жатқанын. О-ля-ля, сенде кім бар? Менің күйеуім бар. 2 қызым бар. Бұйыртса, 3-шісі болады. Oh my god. 3 enfants? Ну ты даешь, ля. Жануш, сенде ше? Мен тұрмысқа шықпағам, басым бос. О, кайф. Мен сенкінде болам. Ля, экскузма, балабақшаға шыдай алмын. Көрен өзің. Ой, қыздар, ішім пісті. Алматының клубтарын көрсетіңдер. Срочно! Охотаға кеттік.
таба алмай жүргендерге Ля, сен шаршаған жоқсың ба? Менің екі тізем тызылдап барады. Жайна, қазіргі сәтті пайдаланып, жыныңды шығарып ал. Стресің бәрін осында қалдыр. Ал мен үйге айтайын, я? Мен сені апарып тастайын. Үй жоқ, сен көңіл көтер. Сосын мына кисаға ие бол. Мияулап қалмасын. Я? Жақсы. Кисуля! Кисуль? Смотри, что я принесла. Это тебе. Ішпеймін. Так. Ал. Әңгіме айт. Парижде кешкі сағат 8, так что менің ұйқым точно келмейді. Не айтайын? В смысле не айтайын? Қыздар бас қосқанда не айтушы? Мен сүйік жігіттерді. Так что давай выкладывай все. Жігіт жоқ. Да ну тебя. Первая красавица на курсе. Алматының жігіттеріне соқыр ма не, а? Соқыр емес. Жарты жылда 5-6 жігітпен кездескен. О, вот это мне нравится. Давай поподробнее. Говори. Олар өз қалауларын айтты. Менің не қалайтынымды шаруалар жоқ. Мөф. Қазір 21-ші ғасыр. Ешкім ешкімнен не қалайсың деп сұрамайды. Әркім өз қалауын өзі алады. Көресің, қалайсың, аласың. И все. Алу үшін төлеу керек. Есть такое, да? Мысалы мен үлкен құрылыс жобасының жетекшісі бола аламын. Сен бола аласың. Ол үшін бастығымды риза қылуым керек. Ал мен риза қыла алмаймын. Сол үшін бастырды. Кисуль, дурочка, я тебе скажу. Такая красавица, но прости меня, такая дурочка. Из-за мужика отказываться от своего желания. Сен вообще қай өңірден шықтың, мөф, а? Боже мой. И вообще, я тебя не понимаю. Зачем тебе карьера, кресло, проект? Зачем тебе это все? Лучше найди мужика со всем этим и наслаждайся жизнью. Пока переспи с этими мыслями. А завтра я тебе покажу на деле. А это я возьму с собой. Je t'aime, детка. Сәлем, Жайна. Қайырлы таң. Денсаулығың қалай? Жақсы. Мына үйлер тізімге кірмей қапты, суретке түсіру керек. Соны мен саған жазғам ғой, сен жауап қайтармадың. Ешкімге де жауап қайтарған жоқ. Жалпы денсаулығың қалай? Сенің өзі ауырғаныңды бірінші рет көріп тұрмыз. Адам болған соң ауырамыз да. Айтпақшы, не дейді ана бастық жаңа жоба туралы? Қайырлы таң, Жомарт Жанатович. Ақберген, қалай жағдай? Не, Жайна шықты ма жұмысқа? Жайна... Жоқ, әлі шықпады. Жарайды, емделе берсін. Маған кабинеттің ішін көрсетші. Ертең жаңа заттар алып келем керек. Жайма, не үшін? Не үшін болғанда жаңа маман таптым, бір жақсы маман таптым. Жайна сенімен бірге отырды. Көрсетші кабинеттің ішін дұрыстап. Жайнаның өзі жоқта қалай болады екен? Ничего личного. Бизнес қой енді бұл. Мен кез келген қыздың ана денсаулығына, көңіл күйіне қарап отыра алмаймын ғой енді. Дұрыс па?
Вуаля. Ал. Мен шопинг деген бітті. Сен уокинг деген қалай? Жаңа жұмыс іздеу керек. Pourquoi? Ой, то есть неге? Білесің бе, Ақмара, мен осы агенттік үшін барымды салдым. Демалыссыз жұмыс істедім. Қаншама клиенттердің топастығына көндім. Базаны нөлден бастадым, жақсы команда жинадым. Ал ол... Ну давай, боқтап жібер, шығар ішіңдегіні. О, Мёв, хватит быть Бенфи. Je veux dire, хорошей девочкой. Давай, смачно, по-нашему, по-тараски. Ну давай, давай. О, вот так вот. Терапия успешно прошла. Bonjour. Сәлем, қалың жақсы ма? Сәлеміз. Кең жақсы. Ал, Нияз, танысып қойыңдар. Луара деген сұлу болса. Ravi de vous rencontrer. Нияз. Нияз, өте қуаныштымын. Танысып қойыңыз, менің жақын құрбым Жайна. Жайна. Марат. Жақсы, жақсы. Біз де танысқанымызға өте қуаныштымыз. Марат, осындай періштелерді қайдан тауып аласың? А бұлар періште емес? Бұлар қордың қызы, Нияз. Айтасың да. Луара жақында Европадан келді. Бармаған жері баспаған тауы жоқ. Шетелде қыдырған жақсы көреді ғой. Ал Жайна өзің қайдансың? Жайна менімен Алматыныкі. Солай ма? Ал, олай болса қыздар ішіп тұр. Жоқ, мен ішпеймін. Неге? Жаным, жоқ, мен ішпеймін. Таныстық үшін енді. Жоқ. Мейлі, онда былай болсын. Хоп, дейміз дағы. Былай қоямыз да, хоп, деп алып, былай қоямыз. Былай қоямыз. Ал, сіздікі. Сәл гәне. Шынымды айтсам, Алматыны қатсағым қап. Әрине, туған жерді қалай сағынбайсың, айтшы. Қыздар үшін. Ал, таныстық үшін. Келулеріңмен деп бір. Алып қояйық. Базында олар нақшылары болған. Кейін азалып қалды ма, әйтеуір келмейтін болды. О! Жанна Марат қызы. Мәке, қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Үй аман есен бе? Бәрі жақсы, аман есен. Өз қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Қалай отырсыздар? Күшті. Жақсы. Керемет, бәрі дәмді, бәрі тамаша. Өз қалыңыз қалай? Бәрі жақсы, рахмет. Үй ішіңіз аман есен. Аман есен. Арайлым қалай? Арайлым жақсы, оқып жатыр. Біздің досымыз Алматыдағы барлық ресторандардың, жоқ, Алматы емес, бүкіл Қазақстанға белгілі, әйгілі ресторатор. Рахмет, рахмет. Жанна Марат қызы. Қуаныштымыз. Рахмет. Келіңіз, бізбен бірге жоғары шығыңыз, отырыңыз, дәм ауыз тиіңіз. Жоқ, рахмет. Бізде жұмыс көп. Бір нәрсе қажет болса, айтарсыздар. Жақсы, рахмет. Кездескенше. Өтте керемет. Ең бастысы керемет адам. Ал келіңдер. Экскузма, жігіттер, біз сыртқа шығып келсек. Жинаш? Түсінеміз, иә. Ол жақсы. Луара, мен үйге қайтам. Негізі сен үшін ғана келген осы жерге. Не будь дурочкой. Нияз авторитет. Ана жомарттың бар ғой, шайнамай ждать, понимаешь? Отомсти ему. Қойшы. Ал.
Бізге енді ренжімеңіздер. Сіздерді оңаша қалдырайық. Жайны сен қайда? Асықпа, асықпа. Отырса өзім апарып Е, Диаз өзі жеткізіп салады, асықпай отыр. Нияз аға, ренжімеңіз, маған кету керек, ертең жұмыс. Сау болыңыз. Машинам қызғанша отыра тұрайын. О, саламатсыз. денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы, иә. Келін қалай? Жұмыс бабымен жүргенбіз, иә. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Нияз аға. Алейкум салам. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Үй шамын есен ба? Жай жүрсің бе? Жайна? Денсаулығың қалай? Жақсы. Нияз аға кешкі асқа шақырып еді ғой. Нияз аға. Нияз аға, Жайна менің филиалымның директоры ғой. Өте керемет маман. Сондай керемет. Өте мықты директор екен, көріп тұр. Иә, керемет, мықты. Өзінің маманы. Жақсынды. Жақсылап отырып демалыңыздар, иә? Жақсы. Мен ана жақта қазір. Жұмыс қой. Дұрыс, дұрыс. Машинам қызған шығар, иә? Сау болыңыз. О, Жайна, сен кетіп қалмасың. Ертең офиста келісеміз ғой, Сіз мені жұмыстан шығарып жібергенсіз. Тоташ. Кім айтты саған мен сені жұмыстан шығарды деп? Мен жай ғана саған көмекші алдым. Бұлданбашы енді. Рас. Не, өнен кейін Нияз аға танысым деп бірден айтпадың ба? Ұят болып қалды ғой жаңа, аңғайсыз. Жарайды, түсінікті. Тоташ енді. Ана кезде мен саған көрсеткен бар ғана, неше коттедж қала шықсана. Сол Нияз ағанікі ғой. Ауыл кісі маған берген. Өзің басқарасың. Ертең офиста сөйлесеміз, сау болыңыз. Жарайды, жақсы, жақсылап демал. Саламатсыз, Қапен болмағымды қарашы. Жомарттың бұтына жібергенін көргім келіп тұр. Түрін көрсең сеуін. Бүктетіліп қалды ғой, құрбақа сияқты көзі бақыр. Кетші. Сонда Луараның да пайдасы дер кезінде тиіпті ғой, иә? Сен Ниязбен таныстырып, әйтпесе бүгін жұмыс істеп отыратын едің ғой. Айтпақшы, Луараның өзі қайда? Білмеймін. Қалай Маратпен кетті, солай хабарласқан жоқ. Нияз хабарластың ба? Жоқ. Саламатсыз, Жайна жамбай тұрасыз бе? Сәлеметсіз бе мен? Капитан Ақтілеуов, сіздің құрбыңыз халықаралық іздеуде. Луара Карбис немесе Ақмарал Сағатованы танисыз ба? Ақмаралды, иә, танимын. Францияда оның үстінен алаяқтық бойынша іс қозғалған. Түсінбедім. Қайдағы алаяқтық? Сіз қашан соңғы рет көрдіңіз? Кеше бірге тамақтанғанбыз, одан кейін хабарласқан жоқ, көрген де жоқпын. Жақсы, онда. Луара байланысқа шықса, номер бойынша маған хабар берсеңіз. Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после звука. Жарыққа қарай сүйрейсің, батып бара жатқан болсам қараңғыға,
жүр дейсің.